Сәлем достар. Бүгін мен сіздерге керемет балмұздақ жасауды үйретемін. Ал бізге алдымен керегі қойытылған сүт, кілегей және де туралған қауын қажет болады. Алдымен қауынды турап мұздатқышымызға мұздатып аламыз. Ал кілегей мен сүтімізді миксерлап алатын боламыз. Үлкен масса болғанша миксерлап аламыз. Массамыз үлкейіп көтерілгенше миксерлап аламыз. Ендігі кезекте қауынымызды жақсылап езілгенше блендерлеп аламыз. Енді кілегейімізге қауынымызды салып, көтерілгенше миксерлеп алатын боламыз. Енді бұны бір түнге морозилкаға қою қажет. Бірақ біз оған шыдай алмай, 1 минут қана қойдық. Енді біз мороженныйымызға кілегейімізді салып әсемдейтін боламыз. Оған шоколад, маршмеллоу және посыпкалар керек болады. Ал вафелькаға мороженыйды салдық. Ал енді біріншісін әсемдеп алатын боламыз. Алдымен шоколадты қоямыз, және де посыпканы себеміз, және де оған маршмеллоумызды қосамыз. Сіздерге видео ұнаса, біздің каналымызға подписаться етіп қойыңыздар. Сіздермен болған қанағат қызы сезім мен. Сау болыңыздар.